Екінші бөлім sports. Бірінші тапсырма do the adjective treasure hunt. Check the meanings of the adjectives. Келесі бетте берілген сын есімдерге қатысты treasure hunt тапсырмасын орындаймыз және ол жерде берілген сын есімдердің мағыналарын тексереміз. Adjective treasure hunt. Find the answer to clues from 1 till 10, then write the secret object with the red letter in each answer. Мына берілген 10 сөз тіркесін суреттермен сәйкестіреміз және құпия заттың атауын табамыз. Алдын ала сөз тіркестерінің мағыналарын көріп шығайық. An expensive car. Қымбат көлік. Екіншісі a terrible invention. Сұмдық өнертабыс. A popular actor. Танымал актер. A boring color. Қызықсыз түс. An interesting country. Қызықты ел. A difficult sport. Күрделі спорт. A cheap meal. Арзан тамақ. An easy problem. Жеңіл есеп. A great invention. Тамаша өнертабыс. Және соңғысы an unpopular animal. Танымал емес жануар. Енді осы сөз тіркестерін суреттермен сәйкестіреміз. An expensive car. A Ferrari. Екіншісі a terrible invention. Сұмдық өнертабыс. The bomb. A popular actor. Санжар Мадиев. Танымал актер. A boring color. Қызықсыз түс. Gray. An interesting country. Қызықты ел. Перу. A difficult sport. Күрделі спорт. Golf. A cheap meal. Арзан тағам. Самса. An easy problem. Жеңіл есеп. 2 plus 2 is 4. A great invention. Тамаша өнертабыс. The computer. An unpopular animal. A rat. Танымал емес жануар. Егеу құйрық. Енді әрбір сөзде берілген, қызылмен белгіленген әріптерді ретіне қарай қойып шығамыз. Мысалы, екінші сөзімізде қызылмен белгіленген әріп B. Үшіншісінде I. Төртте G. Осылай барлық әріптерді қойып шығатын болсақ, бізде шығатын құпия затымыз a big poster. Look at the adjectives in exercise 1 and find 5 pairs of opposites, then listen and check. Бірінші тапсырмада берілген сын есімдерге қараңыз, және де 5 жұп мағыналары қарама-қарсы сын есімдерді табыңыз. Тыңдаңыз және тексеріңіз. Expensive – қымбат, cheap – арзан, terrible – сұмдық, great – тамаша, popular – танымал, unpopular – танымал емес, boring – қызықсыз, interesting – қызықты, difficult – күрделі, easy – жеңіл. Үшінші тапсырма. Test your partner. Жұбыңызды тексеріңіз. Мысалда берілгендей етіп сұрақтар қоямыз, яғни мына сөздің қарама-қарсысы қай сөз дегендей. Мысалға, what's the opposite of expensive?
Қымбат сөзінің қарама-қарсы мағынада сөзі қайсы? Cheap, арзан. Мысалға, what's the opposite of terrible? Great. What's the opposite of popular? Unpopular. What's the opposite of boring? Interesting. What's the opposite of difficult? Easy. Төртінші тапсырма. Look at the examples and complete the rules with A and N. Берілген мысалдарға қараңыз және ережелерді A және N артиклімен толтырыңыз. Мысалға, an interesting country, қызықты ел. A new teacher, жаңа мұғалім. We use N before words which begin with vowels. A, E, I, O, U. We use A before words which begin with consonants. Дауыстылармен басталатын сөздердің алдында біз N артиклін қолданамыз және дауыссыздармен басталатын сөздерде біз E артиклін қолданамыз. Complete from 1 till 8 with A or N. Төртінші тапсырмадағы ережеге сай мына сөз тіркестерін артикльдармен толтырамыз. An easy word in English. A cheap car. A great city. An old actor. An unpopular song. A fast animal. An interesting game. A boring color. Алтыншы тапсырма. Think of things for 1 till 8 in exercise 5. Then play a guessing game with your partner. Have 3 guesses. Бесінші тапсырмада берілген 1-ден 8-ге дейін сөз тіркестеріне сөздер ойлап табыңыз және досыңызбен ойнаңыз. Досыңыз сіз жасырған сөзді табуы керек. 3 болжамға дейін мүмкін. Мысал ретінде берілген сөзді қарайық. It's an easy word in English. I think it's cat. Бұл ағылшын тіліндегі оңай сөз. Мысалға, мысық. Think of ideas for these things. Draw pictures of your ideas. Ask your partner to guess what they are. An interesting book, an expensive object, a popular sport, a difficult problem.